Сәлем достар, Жұлдызай Тока World арнасына қош келіңіздер. Бүгін бізде Құдаша қыз екінші бөлім. Сіздерге осы сериал ұнайды және де қызықты болады деген ойдамын. Ұнаса әрине де менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпайық. Ал ендеше мен сериалымды бастаймын, сіздер тамашалаңыздар. Кеттік. Арман, барып Құдаша қызға ауылды көрсетіп қайт, жақсы ме? Осы ауылда қыздар жүрген шығар, үнемі жүретін еді ғой. Солармен танысып қалар мүмкін. Иә, жақсы. Қазір мен онда киімімді ауыстырып келейін, күте тұр. Ана бала қызық екен. Маған таң қалып қалған ше. Мүмкін маған ғашық болып қалған шығар. Менде сұлу қызға кім ғашық болмайды. Енді өзіме көп алатын жағдайларым да бар. Так, мен не кисем болады екен? Нан кие салайыншы. Так, мынаны енді орнына қоя салайын. Все, осылай кете берейін. Очкиім әлі шеше салайын ба? Жоқ, кете берейінші. Кеттім. Неге? Бұл бізде демалыс орны. Осындай ауылда жаңа осындай демалыс орны ашылған. Өте керемет, иә, өте керемет екен. Күшті жер екен. Давайте екеуміз бір күні осы жаққа қыдырып келейік. Қонайық осы жақта. Бұл жерде өте күшті, бассейні бар. Даже волейбол ойнайтын жері бар. Қазір саған барлық жерін көрсетем. Мен білмеймше, ойланып көруім керек. Жарайды. Кеттік ендеше көріп қайтайық. Ой, бұл енді Балнұр қызғанатын болыпты ғой. Қасында бір қыз жүр. Үйді серуендеп қайтайық дей ма? Ой, қоя бер, не істейсің оларды? Қызғансақ қылғана берсін. Бізге не пайда? Сен айтпай тыныш отырсаншы, өзіне айтып, барып қызғандыратындай істейсің ғой, іс-әрекет. Той, қазір қалам. Не айтып отырсың? Бопты. Отырайықшы тыныш, қазір ұрсып қаламыз. Сәлем, қалайсың, Бағдаулет? Жақсы, өзің қалайсың? Иә, шүкір, жақсы. Қасындағы қыз кім? Өте сұлу екен ғой. Мына жерден кетеміз ба? Иә, қазір. Не айтып тұрсың? Айтпасан жолай қасымда тұр ғой. Ой, кешіріңіз. Той, волейбол ойнауды жалғастырайықшы, не істеп кеттіңдер? Болшы, Бағдаулетка, кетіп қаламын. Онда, пока, мен волейбол ойнап жатқан ем. Иә, жарайды, сау бол. Мынау бізде волейбол ойнайтын площадка. Болды, көрдім. Кеттік ендеше. Сәлем, қалайсың, Балнұр? Арман, бұл сен бе? Иә, мен ғой. Онда мен кете берейін, иә? Жоқ, қазір мен де барамын ғой. Арман, нағыз кім? Бұл қыз менің Құдашам. Осы жерді таныстырып жүргенмін ғой, жаңадан ашылған демалыс орнын. Сен бүгін шыға алмаймын дедің ғой. Бірге тамақтанып қайтайық деген кезде. Иә, шыға алмаймын деген. Бірақ апам енді осылай айтты, таныстыршы деп, содан кейін таныстырып жатқанмын ғой. Негізі шаруаларым бар тұғын. Жарайды, онда босаған кезде хабарласасың ғой. Жарайды, мен кеттім. Кеттік оны ендеше. Кеш батқан соң. Кеттік ендеше, тамақ ішіп қайтайық. Жоқ, өздерін іше беріңдер. Мен қатты шаршап тұрмын. Негізі маған көп жүруге болмайды, бірақ
білмеймін, көп жүріп қойыппын. Содан кейін қазір аяғым ауырып жатыр. Аяғыма операция жасатқам. Енді қазір ауырып жатыр. Ой, неге есірік айтпадың? Көлікпен баратын едік қой. Әйтпесе автобуспен баратын едік. Жоқ. Жақсы, онда мен барып демалайын. Бүгінгі күн үшін рахмет. Жарайды онда. Ей балам, неге ұзаққа кетіп қалдыңдар? Уже түн батып кетті ғой. Апа, біз көп жүріп қойыппыз. Қалай кеш батқанын білмей қалдық. Айтпақшы, әкең қайда? Әкең білесің ғой, ері жатып қалатынын. Сол тамағын беріп, сөйтіп ұйықтап қалды. Ұмытып кетіппін ғой. Айтпақшы, құдаша қыз қайда? Ол қызға көп жүруге болмайды екен ғой. Содан кейін ол шаршап ұйықтауға кетті. Ой, тура әкең екен ғой. Екеуіңе тамақ дайындап қойған едім. Жарайды, ендеше мә, шайыңды құйып берейін. Ас болсын, балам. Аға, рахмет. Сіздің тамағыңыз деген өте дәмді ғой. Менің жақсы көретін шоколадтарым. Бәрі сен үшін ғой, балам. Таң атқан сон. Ей шал, бүгін тағы да отыра бермей, бір түліктер істесейші. Барып, малдарды көріп қайт, түгелдеп қайт. Сау ма екен көрсей? Ой, мені шаруама араласа бермеші. Енді өзің ғой істемейтін, істесең араласпайтын едім. Мә шайың. Тағы да ұрыс керіс ба, қойыңды ашып болды. Ей бала, сен дұрыстап сөйле. Бопты. Айтпақшы, құдаша қыз әлі тұрмаған ба? Әлі тұрмаған, жаңылда барып көріп қайттың, тұрмапты ғой. Барып тұрғыз қайтсаншы. Ей, жоқ, ұйықтай берсін. Кеше көп жүріп қойыпты ғой. Ұйықтай берсін енді, қинап тастапсыңдар. Жарайды. Бүгінгі күнім күшті өтсе екен ғой. Қызықсыз болмасыншы. Қайырлы таң бәріңізге. Сүйкімді қыз тұрып қалды ма? Қайырлы таң, құдаша қыз. Жақсы ұйықтадың ба? Жақсы ұйықтадың. Қазір мен саған шай құйып берейін. Мінеки, жақсылап тойып ал. Негізі мен жұмыртқа мен нан жемеймін. Ренжімеңіздер. Ой, тура әкең деп айттым ғой мен. Ей, қойыңдаршы болды. Жарайды, онда мен кетейін. Ұзақ отырып қалыппын ғой. Жақсы, тамақтанып ал. Назым. Мынау қайсысы келіп тұрған? Ой. Сәлем. Саламатсыз ба? Назым бар ма? Назым сразу достау болған ба? Тез тіл табысады екен. Назым ба қазір? Назым! Қазір шығып қалар, мен ендеше кете беріне асығыс едім. Аға, жақсы. Назым деген сен ба? Мен. Ал сен кімсің? Сен кім деген не ол, Мен осы ауылдағы ең сұлу, ең красавицасымын. Енді мен естейін. Той жасап берейін бе? Той жасап бер, деп мұқтаж болмайым. Сен Арманның жанында көрмейтін болайын, ұқтың ба? Мен оның жанында жүрген жоқпын. Сонда да кеше күліп, жұртындап жүредің ғой. Осындай қаладағы қыздар келіп алып, басынан алдырып алады балдардың.
Так что, ауылға келдім ба, тыныш кет қалаңа. Ұқтың ба? Менің мазамды ала бермеш. Онсыз да жолап жүрген жоқтым мен оған. Керек емес сендердің жігіттерім маған. Жарайды, келесі жолы қасынан көрейін, оңдырмайым. Мыналар жынды болып қалған ба? Ауылдағы қыздар біртүрлі екен.